Нағыз дос. Бір күні Айбек пен Жандос серуенге шықты. Айбектің қолы байқамай Жандосқа тиді. Жандос ашуланды. Айбекті әдейі итерді. Айбек оған ренжімеді. Ол туралы Айбек құмға жазды. Екеуі ары қарай кетті. Біраздан кейін Айбек пен Жандос көлге келді. Екеуі суда ойнап жүрді. Су тереңдеді. Айбек жүзуді білмейді. Сол себепті суға батты. Жандос Айбекті құтқарды. Себебі Жандос жүзуді жақсы біледі. Айбек қатты қуанды. Осы туралы тасқа жазды. Жандос бұған таң қалды да: «Айбек, бүгін неге олай жасадың?» деді. «Қалай?» «Мен сені итердім, оны құмға жаздың. Қазір сені құтқардым, бұны тасқа жаздың. Не үшін?» «Себебі жаман істі құмға жазу керек. Жел құмды ұшырады, жазу кетеді. Ұмытуға оңай болады. Жақсы істі тасқа жазу керек. Оны дауыл да өшіре алмайды. Мен енді түсіндім. Таңертең қателік жасадым. Сенен кешірім сұраймын. Сен нағыз доссың». Айбек бұл сөзге қатты қуанды. Олар жақсы дос болуды ойлады. Екеуі уәделесті. Осылай үйге көңілді жетті. Өмірде дос көп, шын дос табу қиын.